Жекпе-жектің уақытысы белгілі болды, қарсыласымыз белгілі. Бұйырса алдымызда 1,5 ай уақыт бар. Бірінші 10-15 күндей кондишн коучпен жұмыс жасап аламыз. Содан кейін бади мен техникалық, тактикалық жұмыстарды бастаймыз. Америкаға келе салып бар жоғы 4-ші жекпе-жекте 2-1 белбеуге жұдырықтасайын деп жатырмыз. Бұл біз үшін, біздің команда үшін өте үлкен мәртебе. Сондай-ақ Лос-Анджелестің қақ ортасында Стейплс центрде әлемнің 3 дүркін чемпионы Ломаченконың америкасында жұдырықтасамыз. Бұл да біз үшін маңызды, себебі дәл осы жекпе-жекке Голливудтың жұлдыздары келеді, барлық бокс мамандары келеді. Жәнібекке тағы да үлкен мүмкіндік туып тұр өзін көрсетуге. Барлығы мамандар жай оқып қана қоймай, жасатып жүрген жаттығуларды өздеріне тәжірибе ретінде көрген, өздері де спортпен айналысқан жігіттер. Осында жаттығуға келгеннен бірінші денені өлшеді, денемізде қанша су бар, қанша май бар, қанша бойымыз қанша, жекпе-жекке қандай салмақпен шығасың, соның бәрін тексерді. Бір жаттығудың өзі 3 жұмыстан тұрады. Ол яғни ауыр жұмыс, бірден орташа салмақтағы жұмыс және жылдамдыққа жұмыс. Бірінші күні жылдамдыққа жұмыс істейтін болсақ, екінші күні күшке жұмыс істеп, дененің бұлшықеттерін бәрін шынықтырып жатырмыз. Бұл біздің алғашқы титулдық жекпе-жек. Біз Алматыда құрып келген жоспарымыз осылай ертерек титулдар алып, ертерек рейтингте көтеріліп, әлем чемпионының атағына таласу болды. Бұл титулдар бізді әлемдік рейтингте топ 20 мен 15-дің арасына кіргізеді. Содан кейін ар жағында 2-3 жекпе-жек болса, ар жағында чемпиондық титулдар да көрініп қалады. Раундық жекпе-жек болған екен, командамызбен тыңғылықты дайындалып жатырмыз. Бадидің өзі бұл жекпе-жекке ерекше тәсілдермен дайындап жатыр Жәнібекті. Бұрын мысалы 3 раунд, 5 раунд лапада жұмыс істеп, содан кейін қалған раундтарда грушада жұмыс істейтін болса, бұл жекпе-жекке дайындық барысында 10 раунд лапада жұмыс істеп, шабуыл жасап жүріп қорғану, қорғаныстан кейін бірден шабуыл жасау, және де сол шабуыл жасап болған екен қорғаныспен былай аяқта жүріп қарсыластан айналып өтіп кетуі бойынша қазір жұмыстар жүріп жатыр. 12 сәуір Лос-Анджелес қаласында кәсіпқой бокс кеші. Жәнібек Әлімханұлы 6-шы жекпе-жегінде алғашқы белбеуіне жұдырықтасады. WBO Global, WBC Continental Americas чемпиондық белбеулері сарапқа салынады. Қарсыласы кәсіпқой бокста 20 жекпе-жек өткізіп, 16-сын жеңген тәжірибелі мексикалық Кристиан Оливас. 12 сәуір қазақ бокс стилінде жұдырықтасатын Жәнібек Әлімханұлына жанкүйер бол. Қарсыласымыз мексикалық боксшы, өте тәжірибелі, 20 кездесу өткізген мексикалық стилде жұдырықтасады. Көбінесе алдыға шабуыл жасап, боковойлармен басын көп түсіреді, бадимен бірге отырып қарап, тактикаларды құрып, соған жақсылап дайындаламыз. Сенбі, жексенбі күндері бокстан бөлек ойымызды бөлеміз, ойнаймыз. Баскетболдың
Бізге маңыздысы жаңағы секірген кезде созылады, қолдар созылады, қолдарды босатамыз. Сол жағынан бізге өте жақсы. Өзімізге ұнайды осы спорт. Жекпе-жекке боянылдым. Спаррингтің алдында жарақат алдынан алқамас үшін кейбіреуінің перчаткаларында жапсыратын жерлер шығып қалады. Сол кезде бет сырып жүрмес үшін, сол үшін жағалап бетке вазелин жағамыз. Өте маңызды. Қазір қарсыласқа лайықты бапкердің таңдауымен былай айтқанда мексикалық стильде жұдырықтасатын спарринг партиялармен жұдырықтасып жатырмыз. Енді қазірден бастап алдыңғы апталарда екі спарринг партнермен ауысып істеген болатынбыз. Бүгін енді білмеймін, бүгін тағы да сөйлесіп жатыр қазір. 10 раундқа 2 спарринг партнерін ауыстырамыз. Тактикалар қазір көбінесе алдың қолмен жұмыс істеп, өзіңе шақырып 3-4 комбинациялық ударлар. Қазір сол спарринг партнерларды отработка жасап жатырмыз. Бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Алдағы жекпе-жекте жақсы өнер көрсетеміз бұйырса. Russ Amber. That's for you, Russ. We love you. Who do they have? We can do 4 with him and 2 with the other guy if you want. Turkish side of the house. My goal is to get the W. I don't care if it's knockout or decision. I don't care. To get the win. Тәжірибелі үздік 15-тердің қатарында жүрген боксшы. Жақсы, өте жақсы скорс, жылдамдық, аяқта жүру, соққылар, бәрі өзі де чувствительный болады, удар тигізбейді. Бірақ 3-4 атакамен бір-екеуінен кетсе, үшіншісі тиіп жатыр да. Өте жақсы. Бізде өкінішке қарай бұрын советская школа дейтін көп айтылатын. Уақыт өте келе қазақ бокс мектебі жанданды. Сол қазақ бокс мектебінің мен түлегімін. Қазақ бокс мектебінде әртүрлі стильде жұдырықтасатын боксшылар бар. Сол сияқты менің де өз стилім бар. Америкаға келген кезде Берік ағам сенің стиліңді танымал стильдермен атамай, неге сенің стиліңді қазақ стилі деп атамаймыз деді. Содан ойымыз бір жерден шығып, менің стилімді қазақ стилі деп атадық. Неге біз қазағымыздың стилін насихаттамасқа, осылай әлемге танытпасқа деген оймен еңбек етіп жатырмыз. Бұйырса, осы әлемге танымал қылдыруға бар күшімізді салып жатырмыз. Бүгін жексенбі, Санта-Моникаға келіп, тынығып, таза ауа жұтып, демалуға келдік. Келсек, мұн жақта кісі көп. Осы американдықтардың бір мейрамдары болып жатыр ау, соған қарағанда. Сөйтіп қарасақ, мұн жақта спортпен айналысатын, осылай жексенбі күндерін спортқа арнап, турникте болсын, Грузияда болсын, басқа арқанда болсын, өздерінің өнерлерін көрсетіп, денелерін шынықтырып жатыр. Мына жерде ауыр көтеріліп жатқандар бар. Керемет, енді бір бүкіл Америка осылай денелерін шынықтырып, өздерінің денсаулықтарын күтіп жүретін сияқты болып көрінеді өзіме. Қазір салмақ ұстау процесі жүріп жатыр. Бәрі ойдағыдай.
шығып өз өнерімізді көрсетіп, ойнап, тәжірибемізді көрсетіп, жинаған тәжірибемізді, алған тәжірибемізді көрсетіп, бәрі жақсы болса екен дейміз бұйырса. Америкадағы танымал рэпердің қайтыс болуына байланысты Staples центрде үлкен соны еске алу кеші өтіп жатыр. Сондықтан салмақ өлшеу осы жатқан қонақ үйімізді өтуге тура келіп отыр. Бұл енді біздің осы 6 жекпе-жек болса, 6 жекпе-жектің ішіндегі ең жылдам жасалған салмақ өлшеу рәсім болды. When she's got a tournament this weekend. You got the other one, buddy? One, double, up. There you go. Oh, good, Johnny. What we're gonna do with this guy? Қазақ болып туылмағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туылмағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, түрің болсын, мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Johnny Big, Алимханұлы. Жеңістеріңіз құтты болсын. Бұл менің ғана жеңісім емес, сіздердің де жеңістеріңіз. Мынау мен алғашқы 10 раундтық жекпе-жегім. Бұл 10 раундта толығымен бокстасып, тәжірибемізді жинаған тәжірибелерімізді барлығын көрсетіп жатырмыз. Құдай қаласа алдағы уақытта қазақ стилін осылай шыңдап, бұдан да үлкен жекпе-жектер өткізіп жеңіске жетеміз. Көп жанкүйерлер екі титулды көрді, қазақтың көк туын желбірегенін көрді. Әрине үлкен қуаныш, командамызбен қуанып жатырмыз. Бар жоғы 6-шы жекпе-жегімізді осындай екі бірдей титулға жұдырықтасып жеңіп алғанымызға. Бірақ біз үшін, біздің команда үшін бұл бірінші жеңіс емес. Біз үшін екі бірдей алғашқы жеңіс бар. Ол Жәнібек осы жекпе-жекке дайындық барысында 160 келі фунтқа, яғни 72-500-ге салмағын өмірінде тұңғыш рет түсірді. Бұл біз үшін ең алғашқы, ең бірінші жеңіс. Себебі білесіздер өздеріңіз, көп спортшылар осы жекпе-жекке жақсылап дайындалып келеді де, салмақ істеуде қиналып қалып, жекпе-жекке шықпай ары қарай ауруханаға кетіп жатады. Жоқ, Жәнібек өзін керемет сезінді, барлығы орында, нағыз 160 фунттың, яғни 72 келінің боксшысы екенін дәлелдеді. Және де екінші жеңісіміз, ол 10 раунд бойы толығымен жұдырықтасып шықты. Бұл да негізі түсіне білгенге өте үлкен көрсеткіш, өте үлкен жеңіс. Өзінің күшін көрді, промоутерлерге, менеджерлерге, чемпиондық титулдарға, чемпиондық раундтарға, яғни 12 раундқа дайын екенін өзіне өзі бірінші дәлелдеді, және сол промоутер менеджерлерге дәлелдеді. Біздің алғашқы екі жеңісіміз сол, содан кейін барып өздеріңіз көрген қос белбеу. Бұйырса елге барып 1-2 ай демалып қайтамыз. Барып сағынышымызды басып, ет жеп, қымыз ішіп, қазғарта жеп, атқа мініп, тауға шығып, бұл айтқанда бокстан кішкене алшақтап, тек қана миымызды демалдырып, ол боксер үшін өте маңызды. Себебі 6 ай бойы осы жаттығу, осы шыңдау, соның бәрін бұл айтқанда ұмытып, келесі жекпе-жекке свежий баспен келу керек.